Сәлем қымбатты достар. Қазір енші дәрежелі түбірмен және бөлшек амалына қатысты есептер шығарып көреміз. Өрнектің мәнін тап дейді. Міне. Өрнектің мәнін тап деген есеп берген екен. 0,64. Енді бұл квадраттық түбір болғандықтан 0,64 қай санның квадраты дейтін болсақ, оны біз бұрынғы 8 кластың материалынан білеміз. 0,8 қосылған. Келесі өрнекті қарап тұратын болсақ, бұл жерде 3-ші дәрежелі түбір астында теріс сан болған кезде де 3-ші дәрежеге келмейтін бір теріс сан шығып тұр. Бұндай жағдайда біз мына аралас бөлшекті бұрыс бөлшекке келтіру арқылы біз ыңғайлы есеп жасаймыз. Сондықтан да 15,8-ден 5-ті аралас бұрыс бөлшекке айналдырайық. 15-те 8-ге көбейтер болсақ, 15-8-ге 120, 120-ға 5-ті қоссақ 125. Яғни біз бұрыс бөлшекке келтірді, қосылған. Енді келесі тұрған 4 дәрежелі түбір астында 81-ді 3-тің 4 дәрежесі деп жазуымызға болады. Енді ары қарай шығаралық болсақ 0,8. Енді тағы дәрежелі түбір астында теріс сан бола алады. Олай болса, одан теріс сан шығады. Сол кезде қосылған минус деп қоямыз. Енді мынаны нақты есептер болсақ, біз жаңа мына ережені айттық. Міне. N дәрежелі түбір астында А бөлінген N дәрежелі түбір астында B-ны бір ғана N дәрежелі түбір астында А бөлінген B деп жазуға болады. Бізде керісінше жүреміз бұл жерде. Міне. 3 дәрежелі түбір астында 125 бөлінген 8. Біз бұны 3 дәрежелі түбір астындағы минустың алдына шығарып жердім. 5-тің кубы деймін, үстін аламын. Бөлімін 3 дәрежелі түбір астында 2-нің кубы деп жазаламын. Қосылған енді 4 дәрежелі түбір астында 3-тің 4 дәрежесі алдыңғы сабақтың ережесі бойынша бұдан 3 шығады. Енді мына 3 дәрежелі түбір астында 5-тің 3 дәрежесінен 5 шығады. 3 дәрежелі түбір астында 2-нің 3 дәрежесінен 2 шығады. Сол кезде 0,8 қосылған плюс тамбан минус тамбан көбейтер болсақ минус болады. 5 бөлінген 2 шығады мынадан, жаңағы қасиет бойынша. Плюс 3. Енді бұны есептер болсақ, ең оңай тәсілі қосудың теремдік заңын қолданып жүрсек. Мынау 2,5, минус 2,5, минус 2,5-ды 3-ке қосар болсақ 0,5, 0,5-ды 0,8-ге қосатын болсақ 1,3 деген сан шығады. Келесіне барайық. Келесіде қарап тұрсаңыздар, барлық өрнектердің, барлық түбірлердің көрсеткіштері бірдей. Ендеше бұның барлығын біз бір ғана 4 дәрежелі түбір астында деп барлығын бір түбірдің астына алып жазуымызға болады. Демек, алымында 32-нің өзін 2-нің дәрежесі қылып жазып берсек, 2-нің 5 дәрежесі болады. 8 деген саным ол 2-нің кубы көбейтілген бөлімінде бір түбірдің астына алғандықтан, түбірлердің дәреже көрсеткіштері бірдей болғандықтан, осылай жаза аламыз. 64 дегеніміз 2-нің 6 дәрежесі. Тең. Енді бұл жерде түбірдің астында өзі бөлшек тұр. Бөлшектің болған кезде негіздері бірдей бөлшектер тұр. Демек, мына 2-нің 5 дәрежесін толығымен мына 6 дәрежемен қысқарталам. Сол кезде мынарда алымында 1 шығады. Сол кезде менде жалпы өрнектің түрі бөлімінде 2-нің кубы бар, мына жерде 1 қалады. Дәреженің қасиетін еске түсіреміз бұл жерде балалар. Сол кезде 2-нің 1 дәрежесі көбейту 2-нің кубы ол 2-нің 4 дәрежесі болады. Алымында 1 қалды. Енді бұны шығарар болсақ, 4 дәрежелі түбір астында қайтадан мына амалды қайтадан былай жүрдік деп есептейміз керісінше. Сол кезде 4 дәрежелі түбір астында 1-ден 1 шығады, бөлімінде 4 дәрежелі түбір астында 2-нің 4 дәрежесінен 2 шығады. Демек, жауабымыз осылай болады екен. Келесі есеп сәл өзгерек. Маған ыңғайлы болу үшін үстін өшіріп. Байқап тұрсаңыздар, бұл жерде 2 түрлі түбір, 2 түрлі түбірлердің де дәреже көрсеткіштері әртүрлі. Ондай жағдайда біз түбірлерді ортақ көбейтікке, ортақ бөлімге келтіреміз дейміз. Дәреже түбірдің көрсеткіштерін бірдей қылуға тырысамыз. Олай болса, біз мына бірінші түбірді 2 еселей аламыз екен. Демек, 12 дәрежелі түбір асты. Біз мына 6-ны 2-ге көбейттік.
6-ны 2-ге көбейтсек, онда мына түбірдің астында тұрған әрбір дәрежені де 2 еселейміз. Яғни 5-тің 5 дәрежесі көбейтілген 3-тің 4 дәрежесін сыртына квадраты дей салуымыз болады. Себебі біз квадраттадық міне. 6-ны 2-ге көбейттік. Көбейтілген 12 дәрежелі түбір астында мына келесі өрнектің өзін жазамын. 5-тің квадраты көбейту 3-тің 4 дәрежесі. Тең. Енді мен былай қарай жүрейін. Енді қарасаңыздар, түбірлердің дәреже көрсеткіштері бірдей болды. Олай болса, мен оларды бір түбірдің астына алып жаза аламын. 12 дәрежелі түбірдің астында, 12-ші дәрежелі түбірдің астында мына жерде дәреженің қасиеті бойынша 2-нің 5 дәрежесін 2 еселейміз, және себебі дәреженің дәрежесі деген қасиет бойынша. Сол кезде бұл 5-тің 10 дәрежесі болады, көбейтілген 3-тің 8 дәрежесі болады. Көбейтілген барлығын бір түбірдің астына жаза аламын дедім, және себебі түбірлердің көрсеткіштері бірдей. Көбейтілген 5-тің 2 дәрежесі көбейтілген 3-тің 4 дәрежесі. Міне. Енді түбірдің астына қарап тұрар болсақ, негіздері бірдей өрнектерді біріктіреміз. 12-ші дәрежелі түбір астында 5-тің 10 дәрежесі көбейту 5-тің 2 дәрежесі, негіздері бірдей дәрежелер көбейткен кезде негізін жазып қоямыз, дәрежелерін қосатын болса 12 көбейтілген 3 пен 4 дәрежелімен 3-тің 8 дәрежесін көбейтсек 3-тің 12 дәрежесі болады. Енді қарап тұрар болсақ, мына жерде әрбір санның дәрежесі мен түбірдің көрсеткіші бірдей болды. Олай болса, біз алдыңғы сабақтарда өтіп кеткен 12 дәрежелі түбір астында 5-тің 12 дәрежесі көбейтілген 12 дәрежелі түбір астында 3-тің 12 дәрежесі деген бізде осында жеке-жеке дүние шықты. Енді бұны арғай аяқтайтын болсақ, мына түбірдің көрсеткіші мен түбір астындағы санның көрсеткіші бірдей болса, астындағы сан шығады дегенбіз. Демек 5 шығады мынадан 3 шығады. 3 пен 5-ті көбейтер болса 15 шығады. Демек бұл есептің жауабы 15 екен, міне өздеріңіз көргендей. Енді бір есебіміз қалды, соны аяқтайық. Міне келесі есеп тағы да жаңағыдай әртүрлі көрсеткішті дәрежелес тұр. Бірақ та бұл жерде бірінші көбейткіш пен үшінші көбейткіштің дәреже көрсеткіштері бірдей түбірлерінің. Демек соларды біріктірейік. Бір түбірдің астына жазайық. 16 көбейтілген 4. 16 көбейтілген 4 дегеніміз ол 64. Көбейтілген, енді мыналарды былай жазайыншы. 4 дәрежелі түбір астында біз көбейтудің терімділік заңын орындап отырмыз. 3 дәреже, міне 4 дәрежелі түбір астында 3 пен 4 дәрежелі түбір астында 27-ні біріктіретін болсақ, 27-ні 3-ке бөлсек 81. Демек 3 дәрежелі түбір астында 64 дегеніміз 4-тің кубы, көбейту 4 дәрежелі түбір астында 81 дегеніміз 3-тің 4 дәрежесі. Яғни есебіміздің нәтижесі мынадан 4, көбейту мынадан 3 шығады. Жауабы 12 екен. Назарларыңызға рахмет.